Саламатсыздар ма, баршаңызға қайырлы күн болсын. Жастарға арналған несиелеу бағдарламасы басталды, құжат қабылдау басталды. Бүгінгі таңда банк құжат қабылдауды бастады. Бұл жеңілдетілген несиенің толық шарты белгілі болды. Толыққанды сіздерге түсіндіретін боламын. Бұл банктың сіздерге халықтың сұрақтарына жауап берген сауалының жауабы. Несиелеудің жалпы шарты мынадай: несиенің максималды сомасы 5 миллион, кәсіпкерлік мақсатта 5 жылға беріледі, мал шаруашылығына 7 жылға беріледі. Несиелеуге өтініш берген сәтте жастардың жасы 21 мен 35 жас аралығында. Несие алу кезінде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қажет пе? Тіркелу қажет. Несие алу үшін сенім білдірген өкілге жүгінген кезде жеке кәсіпкер немесе шаруа қожалығы, фермерлік қожалық ретінде тіркеудің болуы 5 жылдан аспауы тиіс. Немесе сіз жаңадан тіркелуіңіз мүмкін, кәсіпкерлік ашып, немесе шаруа қожалық, фермерлік қожалық ашып қатысатын боласыз кредит алуға. 5-ші, негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең қарастырылған ба? Бағдарлама несие мерзімі ұзақтығының 1/3 бөлігіне дейінгі мерзімге негізгі борыш пен яғни сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең қарастырылуды отыр. Келесі, осы жастарға арналған несиелеу бағдарламасы бойынша шаруа қожалығы, фермерлік қожалық қаржыландырыла ма деген сұрақ. Шаруа қожалық, фермерлік қожалықтардың басшысы немесе барлық мүшелерінің жасы несие беруге өтініш берген кезде 21 жас пен 35 жас аралығында болса рұқсат етіледі. 7-ші, несиені өтеу мерзімі, кредиттеу мерзімі ішінара, толық, мерзімінен бұрын өтеу, сондай-ақ нақты пайдаланылған кезең үшін кредиттеу мерзімі ішінде есептелген сыйақыны өтеу мүмкіндігімен ай сайын, 90 сайын, жарты жылда 1 рет, жылына 1 рет белгіленуі мүмкін. Бұны банк сіздің несиелеу кезінде сіздің бизнесіңізге қарай тағайындайды. 8-ші, несие алу үшін құжаттар пакетін сіз аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының филиалдарына ұсынасыз. 9-ші, жастар несиесін алу үшін кәсіпкерлік негіздеріне оқып сертификат тапсыру қажет пе? Жоқ, кәсіпкерлік негізіне оқытудан өткен сертификат талап етілмейді. Сіздер 5 сертификат қатысатын боласыздар. 10-ші, жұмыс істейтін жастарға осы кредит беріле ме? Беріледі. Бағдарламада жұмыс істейтін жастарға несие беру үшін шектеулер қарастырылмаған. Тек қана госслужба, мемлекеттік қызметкерлер қатыса алмайды. 10-ші, моноқалаларда 11-ші сұрақ екен, бұл моноқалаларда, облыс орталықтарында немесе республикалық маңызы бар қалаларда тұратын жастарға шағын несие беріле ме деген сұрақ екен. Бағдарлама ауыл кәсіпкерлеріне, қалалық кәсіпкерлерге, яғни ауыл жастары да, қала жастары да бұл кредитті алуға мүмкіндігі бар. Одан кейін тағы бір сұрақ келіпті. Егер бұрын 6% жеңілдікті несие алған болса, және қазіргі уақытта осы жеңілдетілген несие бойынша міндеттемелері болса, жастарға кредит алу мүмкіндігі бар ма дейді. Сіз бұрын соңында мемлекеттен 6% жеңілдікті кредит алып қойсаңыз, қатыса бересіз. Бағдарлама бұл шектеулерді қарастырмайды. Бұл ретте кредит барлық міндеттемелерді орындау үшін, оның ішінде бұрын алынған кредиттер бойынша жоспарланған кіріс жеткілікті болған жағдайда ғана берілуі мүмкін. Келесі, тек айналым қаражатын толықтыруға, мысалы дүкенге тауар сатып алуға несие алуға бола ма дейді. Жоқ, бағдарламаның шарты бойынша айналым қаражатын толықтыруға 100% рұқсат етілмейді. Айналым қаражатын толықтыруға несиенің бір бөлігі ғана бағытталуы мүмкін. Сіздер бұл несиені алу үшін кепіл мүлік қоюларыңыз керек. Осы кепіл мүлік қою кезінде келесі мәселелер туындап отыр. Сол мәселелерге жауап бере кетейік. Несие бойынша кепіл ретінде не ұсынуға болады деген сұраққа жауап берейік. Бұл жерде республикалық маңызы бар, облыстық маңызы бар қалаларда, аудан орталықтарында
ауданға бағынысты қалаларда, өзге де елді мекендерде орналасқан жылжымайтын мүлікті қоюға болады. Және жекеменшік құқығындағы бастапқы ұзақ мерзімді өтеулі жер пайдалану, егістік құқығындағы ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелерін қоюға болады. Жайылымдарды суландыру және қоршау инфрақұрылымы бар жекеменшік құқығындағы мұқият тыңдап алыңыздар. Бастапқы ұзақ мерзімді өтеулі жер пайдалану, жалдау құқығындағы, яғни ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелеріңізді сіздер залогқа қоюға қосымша болады. Сонымен қатар арнайы техника қойсаңыз болады. Трактор деген сияқты, КАМАЗ бар. Үшінші, несие қаражаты есебінен сатып алынатын мүлікті кепіл ретінде қоюға бола ма деген сұрақ. Яғни сіз белгілі бір осы несие алу барысында техника алып бизнес бастаймын десеңіз, сол техниканы кепілге қоюға бола ма деп тұр. Жоқ, бұл жерде рұқсат етілмейді. Сіз алдын ала кепіл ретінде несие сомасының 100%-ын жабатын кепіл мүлікті ғана қоя аласыз. Келесі, кепіл мүлік басқа елді мекенде болуы мүмкін бе деген сұрақ. Кепіл ретінде қабылданатын мүлік Қазақстанның кез келген өңірінде болуы мүмкін. Сол мүлікті сіз кепілге қоя аласыз. Келесі, несие бойынша кепіл беруші ретінде кім бола алады? Қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өз мүлкін беретін кез келген жеке немесе заңды тұлға несие бойынша кепіл беруші бола алады. Келесі мынандай сұрақ. Кепіл ретінде жеңіл автокөлікті беруге бола ма? Жоқ. Жылжымалы мүлік ретінде тек арнайы техниканы ұсынуға болады. Және де қарыз алушыларға бірнеше талаптар қойылып отыр. Соны толыққанда түсіндіріп өтейін. Бірінші, несие алу үшін несие тарихы қандай болу керек деген жиі сұрақ кездеседі. Бұл жерде өзгеріс енді. Соңғы есепті күнге дейін банктер және басқа да қаржы институттары алдында мерзімі өткен берешектің болмауы керек. Екінші, өтінім берудің алдындағы соңғы 2 жыл ішінде банктер, қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелерді орындау бойынша мерзімі өткен берешектің 180 күннен артық болмауы. Яғни сіз кредит аласыз 2023 жылы. Сіздің 2022-2021 жылдары кредиттеріңіз бойынша қарызыңыз, яғни просрочкаға шығып қалған кредиттеріңіздің күні 180 күннен аспау керек. 180 күннен аспаса қатыса аласыз. Екінші, несие қаражатын қолма-қол ақшамен жұмсауға бола ма? Жоқ, қарыз алушы несие қаражатын қолма-қолсыз ақшасыз жұмсауға міндетті. Яғни безналичный расчет деп жатамыз. Бұл жерде сіз мысалға келтіріп түсінікті болу үшін мысал келтірейін. Мысалы, мал шаруашылығына несие алдық. Сіздің счетыңызға одобрение беріп, сізді мақұлдап, сізге бизнеспен айналысуға рұқсат етіп, счетыңызға ақша түсірді 5 миллион. Сіз бұл 5 миллионды кассадан, банктен шешіп ала алмайсыз. Сіз бұны мақсатсыз жаратуыңыз керек. Мал сатып алатын адамның счетына лақтырасыз. Яғни счеттан счетқа лақтырып жарататын боласыз. Осыған мұқият түсінікпен қараймыз. Үшінші, егер сіз бір елді мекенде тұрсаңыз, ал бизнес басқа елді мекенде болса, несие аласыз ба деген сұрақ. Жоқ, бизнес салық органдарында жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жерінде ғана жүргізілуі керек. Төртінші сұрақ, мал шаруашылығы бағыты бойынша несие алуға қандай талаптар қойылады дейді. Жобаларды қарау кезінде мал шаруашылығын дамытуға мынадай міндеттер мен талаптар қойылады. Бұл жерде 5 бағыт қарастырылып отыр. Бірінші, өтініш берушіде сатып алынатын және қолындағы мал басын ұстауға қажетті қоражайдың жеткілікті болуы керек. Яғни сіз белгілі бір мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, қоражайыңыз болу керек.
Екінші, жобаны бағалау жүргізу кезінде қарызға алынған қаражат не жеке қаражат есебінен сатып алынған жем-шөптің бар екені және жеткілікті екені немесе оны сатып алуға қажетті қаражаттың бар екені дәлелденуі керек. Сіз мал шаруашылығымен айналыссаңыз, мына жем-шөпті өз қаражатымнан сатып аламын деп соны растап дәлелдеуіңіз керек. Үшінші, сатып алынатын мал шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру қағидаларына сәйкес сәйкестендірілуі керек. Сіз алдын ала сатып алатын малдың, яғни сәйкестендіру қағидаларына сәйкес ауыл шаруашылық малдарын ИСЖ-дан справка алуыңыз керек. Төртінші, бизнесті іске асыру жоспарланып отырған ауылдық округте ветеринариялық санитариялық жағдайдың жағымды болуы, яғни жайылымдар, қысқы кезеңде мал ұстауға арналған қораның болуы, осылар қарастырылуы керек, қоражай қарастырылуы керек. Бесінші, қарыз алушы қарыздың бүкіл мерзімі ішінде сатып алынатын барлық ірі қара мал, ұсақ мал, жылқы, түйенің аналық бас санының азаймауын қамтамасыз ету керек. Яғни сіз мал шаруашылығына кредит алсаңыз, мал басыңыз сіздің азайып кетпеу керек. Сіз сатып алынған мал басы санынан көбею керек, керісінше. Бесінші, өсімдік шаруашылығы бойынша несие алуға қандай талаптар қойылады? Өсімдік шаруашылығы жобалары бойынша негізгі талаптар: көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуді қаржыландыру мерзімі 36 айдан аспауы керек. Екінші, егіс алқаптарының болуын растау ретінде қолданылу мерзімі жобаны қаржыландыру мерзімінен кемінде 1 жыл асатынын растайтын құжаттары бар жергілікті атқарушы органдармен жер учаскесін жалдау шарттары қабылданады. Алтыншы, жастар несиесі бойынша қандай мақсатқа несие алуға болмайды? Бағдарлама шеңберінде мынадай мақсаттарды қаржыландыруға тыйым салынады: жылжымайтын мүлікті, оның ішінде малшыларға арналған уақытша тұрақты тұрғын үйлерді сатып алу, салу немесе жөндеу, жер учаскелерін сатып алуға несие берілмейді. Яғни сіз үй салуға берілмейді, жөндеу жұмыстарына жер учаскесін алуға берілмейді екен. Екінші, бағалы қағаздарды сатып алуға берілмейді. Үшінші, қаруды, құрамында есірткі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіру мен сатып алуға бұл несие берілмейді. Төртінші, ойын бизнесін ұйымдастыруға берілмейді. Бесінші, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған террористік кез келген өзге де қызметке байланысты қызметке берілмейді. Алтыншы, моторлы көлік құралдарын шығаруды және өз өндірісіндегі жүзімнен шарап өндіруді қоспағанда темекі, алкоголь өнімдерін сатып алу, акцизделетін тауарларды өнімдерді шығаруға берілмейді. Жетінші, кредиторлық берешекті өтеуге берілмейді. Яғни сіз басқа кредитіңізді жабуға берілмейді. Сегізінші, бизнесті жүргізумен байланысты емес жеке тұтынушылық мақсаттарға берілмейді. Тек бизнеске, мал шаруашылығына, кәсіпкерлік мақсатта ғана берілетін болады. Жетінші, сатып алатын ауыл шаруашылығы малының жасына және құнына қандай талап қойылады? Бұл жерде мүйіздері қара ұсақ мал, жылқы, түйе. Мүйіздері қара мал болса бойынша тауарлы сиырлардың жасы 18 ай мен 26 ай арасында бір басына 300 мың теңгеден максималды құны қарастырылады. Осылай сіз бизнес планға көрсететін боласыз. 27 мен 48 ай аралығындағы сиырларға 350 мың теңгеден қарастырылып отыр. Ұсақ мал тауарлы қой 6 ай мен 12 айға бір басына 40 мың теңге, 13 ай мен 36 айға қой 50 мың теңге, асыл тұқымды емес қошқарға 24 пен 36 айға 50 мың теңге, асыл тұқымды қошқарға 24 айдан бастайды жасы 80 мың мен 90 мың теңгенің арасында қарастырылып отыр. Жылқы басына тауарлы бие 24 ай мен 35 ай арасында 400 мың теңге, жылқы басы бұл биенің жасы 24 пен 35
тауарлы бие 36 мен 72 ай арасында 480 мың теңгеге дейін бағаланады. Айғыр 24 пен 72 ай аралығында 600 мың теңгеге бағаланып алуға болады. Түйе, інген 24 ай мен 48 айға 400 мың 500 мың теңге қарастырылып отыр інгенге. Інген 49 пен 120 ай арасында 700-800 мың теңге қарастырылып отыр. Бұл жерде сіз жас ерекшеліктеріне қарай берілетін болады. 8-ші, салық берешегі болған жағдайда несие алуға бола ма? Жоқ. Бағдарламаның шарты бойынша өтініш берушінің несие алуға өтінім берген күні салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі болмауы керек. 9-ші, қарызды мақсатсыз пайдаланғаны үшін қандай айыппұл көзделген? Қарызды, яғни кредитті алып сіз мақсатсыз пайдаланған кезде қарыз алушы қарыз сомасының кредиттің 25% мөлшерінде айыппұл төлейді және қарыз сомасын мерзімінен бұрын қайтару туралы талапты алған күннен бастап 3 жұмыс күнінде ішінде мерзімінен бұрын қайтару керек. Яғни сіз мақсатсыз пайдаланып қойсаңыз кредитті, сізге несие алған сумаңыздың 25%-ін төлетеді еще 3 жұмыс күнінде сіз толық кредитіңіздің сомасын пайызымен пайдаланған уақытқа дейінгі пайызымен өтейтін боласыз. Қаржыландыру туралы шешім қабылдауға қатысты мәселелер. Несиені қаржыландыру туралы шешімді кім қабылдайды? Құрамын жергілікті атқарушы орган бекітетін конкурстық комиссия несие беру немесе несие беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды. Екінші сұрақ. Конкурстық комиссия жобаларды қандай тәртіппен қарайды? Бизнес жобаларды іріктеу жөнінде комиссияның отырысы айына кемінде 1 рет өткізіледі. Конкурс өткізу туралы хабарландыру. Конкурс өткізілгенге дейін күнтізбелік 10 күн бұрын халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органның ресми интернет ресурсында жарияланады. Үміткер өзінің бизнес жобасын комиссия отырысында, оның ішінде бейнеконференция байланыс арқылы таныстырады. Үшінші, комиссия отырысы қаншалықты жиі өткізіледі? Комиссия отырысы айына кемінде 1 рет өткізілетін болады. Төртінші, кредит алу үшін жобаларды қандай критерийлер бойынша іріктеледі? Бизнес жобаларды іріктеудің негізгі критерийлері бизнес жобаның өзектілігіне, негізділігіне, экономикалық негізділігіне, қоғамдық маңыздылығына, іс-қимыл жоспары мен өміршеңдігіне бағаланатын болады. 5-ші, конкурстық комиссияның шешіміне шағымдануға бола ма? Үміткерлер конкурстық комиссияның шешіміне сот тәртібімен шағымдана алады. Тек қана сот тәртібімен ғана шағымдана алады. Мен өзімнің видеоролигіме қосымша сіздерге қандай құжаттар тапсырасыздар деген сұрақ көп. Осы сұрақтарға жауап бере кетейін. Бұл жерде мына шағын несие алуға қажетті құжаттардың тізімі бар. Мен жаңа жоғарыда атап өткен құжаттарды қоса өткізетін боласыздар. Бұл жерде сіз өтінім бересіз несие алуға. Жеке басы куәландыратын құжатыңыз толыққанды. Өтініш берушінің, яғни жеке кәсіпкер, шаруа қожалық, фермер қожалық ретінде тіркелу керек. Соның куәлігін, қазір ИП болса, ИП талонын өткізеді, уведомлениесімен. Несие тарихы туралы тексеруге өз келісімін береді. Толыққанды бизнес жоспарын өткізеді. Кепіл мүліктің толыққанды копияларын өткізеді алдын ала. Кепіл иелерінің құжаттарының копияларын өткізеді. Мақұлданған соң сіздер түпнұсқасын банкке өткізетін боласыздар. Сонымен қатар мақұлданғаннан кейін кепіл берушілердің Қазақстан Республикасының заңнамасына және сенім білдірілген ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес рәсімделген мүлікті кепілге беру туралы келісімі. Бұл одобрение шыққаннан кейін бұл құжаттар. Қызмет көрсетуші банк
шоттың бар жоқтығы, яғни сіз ИП-ның немесе КХ, ФХ солардың атынан шот ашасыз. Сол кезде бұл одобрение алғаннан кейін бұл құжатты сол кезде тапсыратын боласыздар. Қаржы институттарынан қарыз болған жағдайда несие берешегінің, соның ішінде мерзімі өткен берешегінің болу туралы анықтамалар. Яғни уәкілетті орган, уәкілетті тұлға түпнұсқаның көшірмесін берілген күннен бастап 30 күн ішінде тапсыруға рұқсат етіледі. Несие берушінің алынған электронды форматтағы мәлімет ретінде тапсырса болады. Одан кейін қатысушының үміткердің жалақысын немесе өзге кіріс түрін растайтын құжатын жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді ретінде түпнұсқасын өткізсеңіз болады, өткізесіз. Кепіл ретінде берілетін мүліктің бағасы, яғни оценкасы түпнұсқасы өткізіледі. Кепіл беруші мен кепілге қойылатын мүліктің құжаттары, көшірмелері өткізілетін болады. Мен ақпараттың пайдалы болды деген ойдамын. Қазіргі таңда сіздерге айтып өтейін, мен қай өңірде осы жастарға арналған несиеге құжат қабылдау басталғандығын. Бүгінгі таңда жастар бойынша Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Жетісу, Абай, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарында және Астана қаласында құжат қабылданып жатыр. Құжаттарыңызды өткізсеңіздер болады. Басқа өңірлер, қалған өңірлерде жастарды несиелеу сәуір айынан басталатын болады. Яғни апрель айынан бастап құжаттарды өткізеді қалған өңірлер. Мен атап өткен өңірлер, қайталап атайын: Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Жетісу, Абай, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының жастары құжат өткізе беріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздерге ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, өте мен үшін маңызды. Бұдан да басқа мемлекеттік бағдарламалар бойынша өзімнің жасап отқан жұмысымның нәтижесімен бөлісетін боламын.